Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен өтетін сабағымыз теледидар негіздері. Сабақ тақырыбы бейнені өткізу принциптері. Теледидарда, телебашнядан бізде мынандай бейнені өткізу үшін келесі принциптері қолданылады. Бірінші, теледидарда ол сызықтарға бөлінеді. Сызықтарды біз растр деп айтамыз. Сызықтарды растрға бөлінеді. Сол растрда арқылы бірінші 0 мен 1-дің арасында біз осы бейнені бірінші электросигналға, яғни кернеуге айналдыруымыз керек. Мысалы 0 мен 1-дің арасында қарап отырсаңыздар, бас жағында ғана үлкен ток болады, және аяқ жағында үлкен ток. Ортасында практически жоқ. Мінекей бас жағында сразу үлкен ток, онан кейін ортасында жоқ, және қайтадан аяқ жағында үлкен ток. Ортасында кішкене ғана сигнал болады. Неге? Өйткені егер сигнал түрлі түсі болса, онда басқа түстер болады. Онан кейін екінші сызықта қарасаңыздар, сәл кішкене жүреді. Онан кейін тоқтың көзі көрінеді үлкен, және тағы да ашық болады, қайтадан ашылады. Міне тағы да кішкене ғана жүріледі, бірден кейін сосын қайтадан үлкен тоқ, қайтадан ортасы ашық, және қайтадан сигнал. Екі осымен бітеді. Үшінші сигнал қарасаңыздар, ортасында екіге бөлінген үлкен сигнал болады. Мінекей ортасында екіге бөлінген үлкен сигнал, ортасы ашық.